Баршаңызға сәлем, канал қолданушылары. Бүгін мен сіздерге күнделікті тұрмыста қолданып жүрген сарымсақтың бірнеше ауруға ем екенін айтатын боламын. Яғни осы орайда сарымсақтың нақты қандай ауруларға емдік дәрі ретінде қолданылатынын толығырақ ашып айтуды жөн көрдім. Сондықтан да осы каналға тіркеліп қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, пікіріңізді жаза кетіңіз. Сарымсақ құрамындағы күкірт, диалил, сульфид, салил, цистеин, селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесі сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқ-ішек ісігі, бауыр, сүт безі ісігі қаупін азайтады. Паразиттер. Аскоридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Ас қорыту. Сарымсақ ас-ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін жақсартады, қарынның жұмысын реттейді, ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді. Алайда асқазан мойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Осыны есіңізде сақтаңыз. Буын аурулары. Сарымсақтың аяқ-қол буындары үшін пайдасы зор. Тұз жиналудың алдын алуға болады. Зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосқаныңыз дұрыс. Теріні қалыпқа келтіреді. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпінді етеді. Безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Бұл үшін сарымсақтан жасалған маска жасау міндетті емес. Күніне сарымсақтың 1-2 бөлігін жесеңіз болғаны. Артық салмақпен күрес. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпты ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Сол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1-3 тіс сарымсақ. Сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады. Ол үшін зімбір тамыры шамамен 4 см болатын тілімі, сарымсақ 2 тісше және су. Дайындалуы: зімбір мен сарымсақты ұсақтап тураймыз. Оған 2 литр ыстық су құйып, 1 сағат көлемінде су буында немесе термоста демдейміз. Артынша сүзіп алып, күні бойы аздаған мөлшерде бірнеше рет ішеміз. Сарымсақтың пайдасы жайлы көбіміз естігенбіз. Тұмау індеті жайлаған уақытта ең алдымен сарымсақты еске алатынымыз сондықтан болар. Себебі сарымсақ вирусқа қарсы қасиеттерге ие. Ал оның құрамындағы емдік заттар, фитосидтер организмге індетке қарсы тұруға көмектеседі. Бұл ретте сарымсақ бөліктерін ұсақтағанда пайда болатын ерекше қосылыстар аллициннің маңызы зор. Ол ауру қоздырғыштарын жойып қана қоймай, жүрек қан тамырлар жүйесіне оң ықпал етіп, асқазан ішек жолдарының қызметін қалпына келтіріп, иммунитетті жақсартады. Қатар сарымсақ дәрумендер мен минералдар көзі. В дәрумендері шаштардың қалыңдығы, терінің әдемілігі үшін қажет. Бета-каротин көз көруін сақтауға көмектеседі. Цинк организмнің ұрпақ өрбіту қызметін жақсартады. Ал сарымсақ салдарынан аузыңыздан жағымсыз иіс шықпасын десеңіз, оның дәмі айтарлықтай сезілмейтін тағам түрлерін әзірлеңіз. Сарымсақ қосылған зімбір шайы. Бұл сусын Азия елдерінде танымал. Ол артық салмақтан арылуға көмектеседі. Сарымсақтың пайдалы қасиеттері адамзат баласына бағзы замандардан белгілі. Мысалы, Қытайда сарымсақ дегенді білдіретін иероглиф ең көне таңбалардың бірі болып табылады. Ал әлемге әйгілі мысырлық пирамидалардың салынып жатқан уақытында көптеген құрылысшылар арасында індет тарамас үшін дәл сарымсақтың өзін қолданған. Бұл көкөністен Гомер қаһармандары да жиіркенбеген. Жараланбайтын Ахилл, тапқыр Одиссейден сарымсақтың иісі аңқып жүретін болған. Сарымсақтың адам өміріне пайдасы мол. Сарымсақтың құрамында селен, германий, магний және тағы басқа көптеген микроэлементтер, амин қышқылдары, А, Б, С дәрумендері, калий, фосфор, кальций элементтері, темір, хлор, ақуыз бар.
Жұқпалы аурулардың алдын алу мен емдеуде сарымсаққа тең келетін ештеңе жоқ. Ал шаш түскен кезде басты күн сайын ұстарамен тақырлап алып бір апта сарымсақтың, бір апта пияздың сөлімен сүртеді. Сонда шаштың түсуі тоқтап, керісінше жақсы өседі. Сарымсақ теріге сыздауық, сүйел, теміреткі, қышыма, тағы басқа жаралар шыққанда да таптырмайтын ем. Сондай-ақ сарымсақ асқазан ішек жолының қызметіне жағымды әсер етеді. Ас қорытуды жақсартады, қимыл қозғалыс белсенділігін қалыпқа келтіреді, бауырыңызды қорғап өтті айдайды, және де сарымсақ ол адамның миын жақсартады, тұмауға да өте пайдалы. Адамдар тұмау болған жағдайда оны жіптен өткізіп мойнына тағып алады. Сосын егер де сіз ауырған жағдайда қолыңыздың тамырының үстіне бассаңыз тез жазылады. Барлық ауруға таптырмайтын ем. Аурудың алдын алу үшін күніне 2-3 түйірін, ал ауруды емдеу үшін 4-6 түйірін жеу керек. Сарымсақты жиі пайдаланып отыру асқазан ішек қатерлі ісігінің алдын алады деп есептеледі. Ол ағзадан сынапты, қорғасынды және басқа да уытты металдарды шығарады. Эритроциттердің бұзылуына жол бермейді. Темекінің түтінде, қақталған етте және ластанған ауада болатын химиялық канцерогендерден бауырдың зақымдануын болдырмайды. Сарымсақ адам денсаулығына жан-жақты пайдалы болғанымен ВИЧ-ке қарсы егілген. Қабылданған дәрілердің белсенділігін жояды екен. Бұл жөнінде америкалық бір топ фармацевт ғалымдар өздерінің зерттеулеріне сүйеніп айтқан. Сарымсақ бактерияларға қарсы қосылыстарға, эфирлі майларға, сонымен қатар бос радикалдардың әрекеттерінен қорғайтын тотықтырғыштарға бай. Бактерияларға қарсы ең күшті қасиетке шикі сарымсақ ие. Тіпті өңдеуден кейін де ол қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Қанның ұюына қарсы әсер береді. Қан айналымы жүйесін қорғайды және ас қорыту жүйесіне жақсы әсер етеді. Микроағзаларды, ашытқыларды, саңырауқұлақтар мен вирустарды жояды. Оның вирусқа қарсы әсері қатерлі ісік ауруларының пайда болу қаупін азайтады. Алғашқы антибиотик. Антибиотиктер біздің өмірімізге енбес бұрын өзінің қасиеттері арқасында сарымсақ вирусты аурулардан қорғаныш ретінде, сонымен қатар тырысқақ, оба немесе тұмау індеттері кезінде олардың алдын алатын құрал ретінде қолданылады. Оның дәрілер мен егулерден ерекшелігі бактерия штамдарына төзімділік туындамайды және адам үшін уытты емес. Егер осы иіс болмаса, сарымсақтың өзіне тән иісі оны кескен немесе езген кезде пайда болатын күкірттің энзимациялық қосылыстарының ыдырауынан туындайды. Бұл жағымсыз жанама әсерді алманы, ақжелкенді, жалбыз жапырақтарын, жебір-шөпті, эстрагонды немесе балдыркөкті шайнау арқылы кетіруге болады. Халықаралық дәмдеуіш. Сарымсақтың пайдалы да шипалы екенін барша жұрт біледі. Сөйте тұра ешкім де оның иісін жақсы көрмейді. Дегенмен дәрігерлер әр адамға күнделікті тамақпен қоса бір сарымсақ жеуге кеңес береді. Оны турап, үгітіп немесе бір бөлігін бүтіндей жеу керек. Сарымсақтың құрамында табиғи 2 антибиотик 15 түрлі зиянды бактерияларды құртады екен. Сарымсақтың ежелден белгілі қасиеттері тәбетті ашады, бас ауруын басады және салқын тигенге ем. Сондай-ақ ревматизм, гепатит, қырықұлақ ауруларына, баспаға, тұмауға қарсы зәр жүргізгенге, қақырық түсіруге қолданылатындағы халық емшілік әдістерінде бар. Міне, сарымсақтың қаншама ауруға ем екені айтылды. Бірнеше ақпараттар мен кеңестер берілді. Өз пайдаларыңызға жаратыңыздар. Каналға тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді айта кетіңіздер. Және де қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар.